Ассалаумағалейкум, армысыздар арнамыздың құрметті көрермендері. Бүгінгі бейне блогымыз ұлы жүздің Ошақты руынан шыққан атақты Саңғырық батыр жайлы болмақ. Саңғырық Тоқтыбайұлы жоңғар басқыншылығына қарсы күрестегі атақты батырлардың бірі. Шыққан тегі ұлы жүздің Ошақты тайпасының Тасжүрек руынан. Әкесі Тоқтыбай да батыр болған. Ол кісі кезінде батырлығымен бірге таймас турашылдығымен, ауытқымас әділдігімен де елге танылып аты шығыпты. Әкенің осы қасиеті балаларына да жұғып, Саңғырықтың ағасы Дәнен де, інісі Сары Мерген де батыр болған. Атадан балаға берілген әңгімелер арқылы Саңғырықтың бүгінгі ұрпақтары аталарын ұзын бойлы, жауырыны сәл еңкіштеу, қолдары әулетті, ала көз, түсі суық, сұсты кісі болған деп суреттейді. Саңғырықтың ерекше қасиеті Құралайды көзге атқан мерген болған екен. Алғашқыда атағы осы мергендігімен шыққан. Ошақтының атақты бір байы той жасап, сонда мергендер жарысын өткізіп, бас бәйгеге қалы кілем жабылған, қаранар бастаған, тоғыз және сүйектен жасап, алтынмен аптап, күміспен күптеген керемет садақты тігеді. Осы сайыста 16 жасар Саңғырақ бас жүлдені жеңіп алады. Кейін Саңғырақтың Сарнауығы деп аталып кеткен осы садақ Саңғырық батырдың жоңғарлармен соғыстағы басты қаруының бірі болған. Саңғырық бабамыз үлкен ағасы Дәненмен екеуі аң болып, шу бойында аңға шыққан ғой, жас кезінде. Сөйтіп аңылап жүрсе, бір топ құлан келіп, андай жерді текпілеп, не қыла берді. Су іздейді ғой. Соны кеткен кейін, құлан бір уақытта кетіп олар, барғаннан кейін кеткесін барып көрсе, жақ жерде дымқыл ғал болып жатыр екен. Содан кейін ашып, көзін шығарып, содан қазір бұлақ, құдық бар. Дәнен қазған құдығы дейтін құдық. Сөйтіп тұрғанда жаңағы бір топ атты келе жатыр екен дейді алыста. Жаңағы інісі, Саңғырық іні ғой, кішісі ғой. Бір атты жоңғарлар аудайым депті. Сіз 15 атты екен. Келіп бұларды көріп, бұларға шабуыл жасайды құлары. Содан шабуыл жасап, не керек сол жоңғарларды бар, 15-ді қиратып, ағайын екеуі. Сол жаңағы қалмақтардың шашын біріне бір байластырып, екі қолын артына байлап, інісі Саңғырықтан айдап жіберді, ауылға алып бар деп. Мен мына жақта итеңменнің үйіне соғамын деп. Алып келген, Саңғырықтың аты, содан Саңғырықтың аты аталып кеттің ғой. Саңғырық осындай не қыпты деп. Кейін жоңғар шапқыншылығында үлкен соғыс болған, санынан оқ тиіп, шу бойында, сырдың бойында суға құлаған ғой. Енді өзен емес, көліне құлаған болу керек. Аталық Есей деген батыр судан шығарып апты. Сөйтіп жаңағы кісіні жатқызып, оқты алу керек, оқты алмаса денен шірітеді, қанжармен түрткілей берсе керек қой, алам деп. Түрткен сайын ауырады ғой енді. Енді тікентті түрте берсе ауырады ғой аяқ. Қанжарды сұрап апты қолында маған бір деп. Қанжарды санына соғып жіберіп, оқты аулап тастапты. Содан емдеп, өзі. Енді оны қан тоқтамайды. Не қыламыз енді? Мынау тауда бір нәрседе жапырақ болады екен, сол жапырақты соғысқа шығарда күлін өртеп, күлін сабалады екен ол уақытта. Неғын адамдар. Сол мойында жаңағы тымарғып таққанда, ол көкірерін аузына қойып қойғандай су түйпейтін жерге тігіп қойған екен. Соны алып, күлді істеуіп, күлімен тоқтатқан екен. Сөйтіп Саңғырық сондай батыр болған. Ошақтың батыры Тасжүрек. Кейін соғыс уақытында бір жаққа жорыққа келсе, жорықтан келсе үйін әйелін өлтіріп, қалмақ 40 қалмақ келіп өлтіріп кетіпті әйелін.
бір 3 жасар қызы бар екен, жүгіріп жүрген, оны өлтіріп, шекарын алып тастап, ішіне сиырдың боғын тығып кетіпті. Содан ант береді айға қарап. Осы 40 қалмақты түгелдей құртпасам, маған серт деп. Іздеп жүр, құмның ішінде тауып алып, сояқтан тауып бір шұңқырдың өзінде сол 40 қалмақ сонда қырып тастаған екен. Бір өзі қырып тастаған ғой? Бір өзі. Содан кейін неге шығып, сол үлкен соғыстарда болдырған ғой енді. Құрметті көрермендер, міне қазір біз Үшар ауылында орналасқан, Ошақтыдан шыққан Саңғырық батырдың кесенесіне келдік. Алдарыңызда тұрған Саңғырық батырдың кесенесі. Бұл жерге Саңғырық батырдың жерленген жерінен топырақ әкеп осы жерге қойылған екен. Содан кейін осы батырдың ұрпақтары келіп, осы жерге бабаның ұрпағын сыйлап, кесене тұрғызған екен. Алдарыңызда тұрған осы Саңғырық батырдың кесенесі, ана жер жазылып тұр Саңғырық батыр деп. Көрсеңіздер болады. Саңғырықтың батырлық жолы әйгілі Ақтабан Шұбырындыдан кейін басталады. Ата мекені жау қолында қалып, босқан елдің әуір халын көріп, ет жүрегі езілген қазақтың намысты ұлдары ата жаудан кек алу қамына кірісіп, жер-жерде жауынгер жасақтар құрайды. Олар жаушы жіберіп, өзара хабарласып, бір-бірімен бірігіп, көп ұзамай бүкіл халықтық ұлы күшке айналады. Осындай бірігулер кезінде алғашқылардың бірі болып, тізе қосқан ұлы жүздің Саңғырық батыры мен кіші жүздің Тайлақ батыры болады. Олар осыдан кейін жұп жазбай ел еңсесін көтерген, тұңғыш жеңісті әкелген Бұланты шайқасында, түпкілікті жеңіске бетбұрыс жасатқан Аңырақай шайқасында да бір болады. Тарихшылар Бұланты шайқасында шабуылдаушы әскердің қолбасылары болған Саңғырық пен Тайлақ батырларды осы жолғы жеңістің жол ашарлары болды деп бағалайды. Саңғырық жасағы бұдан кейін де талай шайқасқа қатысқан. Оның талас бойын жаудан тазартудағы, әсіресе ақ кесене, көк кесене деп аталатын екі мұнара түбінде шайқастағы ерлігі ел аузында аңызға, жыр дастанға айналған. Құрметті көрермендер, осы ақ кесене жайлы жеке бейне блогымызды алдағы уақытта бейне блогымыздан көретін боласыздар. мың 1993 жылы соғылған бұның анау неде Құмкентте Қызылорданың несінің даласында сояқта соғылған Сағырықтың бейіті бар. Сол бейіттің топырағын алып келіп осындай қылып қойып, осыға соқты ғой. Осы Саңғырық батыр өзіміздің неміз ортамызда тұрсын деп. 93 жылы болған. Халық арасында Саңғырық батыр жайлы жырлардың бірінде босқан елді қорап ап, қол бастаған Саңғырық, Алладан медет сұрап ап, жол бастаған Саңғырық, қарсы келген жауына қырғын салған Саңғырық, анталаған қалмаққа сүргін салған Саңғырық, Тайлақ батыр екеуі серік болған Саңғырық деп жалғаса беретін әр жолдар ел қорғаған еріне риза болған халқының ерен құрметіндей есте сақтар мәңгі ескерткішіндей көрініп, тым асқақ естіледі. Саңғырық батырдың ерлігіне ризашылық танытқан Төле би оған арнайы кісі жіберіп, дарынды қолбасыларға ғана тиесілі сый кеудеге тағатын айрықша белгі тартып, батасын берген екен. Батырға сандал көк атты ат мінгізіп, беліне таңдаулы шеберлер соққан Исфахан қылышын байлайды. 1740 жылдың соңына қарай жаумен болған шайқаста Саңғырық батыр ауыр жарақат алып, соның салдарынан көз жұмады. Төле бидің жарлығымен Саңғырық батырдың денесі қасиетті Түркістанға жеткізіліп, сонда жерленген деген
аңыз бар. Ал көке. Баршаңызға Құдай берсін, берсе Құдай нық берсін. Далада жүрген қызырды үйлеріңе алып келсін. Дәулет құсы қонсын бастарыңа, қырғауылдай жорғалап қыдыр келсін қастарыңа. Тіл көзден сақтасын, суық сөзден сақтасын, уайым қайғыдан сақтасын, қаранет дұшпандардан сақтасын. Түркістанда Қожа Ахмет, Мәдинеде Мұхаммед қолда істеріңді Алла оңдасын, Қыдыр бабам қолдасын, Алла ақпар. Айтқаныңыз келсін көке. Осымен біздің бүгінгі Саңғырық Батыр жайлы бейне блогымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, арнамызға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, жылы пікір жазып, басқа әлеуметтік желілерде сілтемесімен бөлісе жүріңіздер. Келесі кездескенше Алла амандығын берсін, ағайын.